Жаңа жылдық дастарханыңыздың көркін ашатын, оңай әрі дәмді, иммунитетті көтеретін салат дайындаймыз. Ең алдымен піскен свекламызды, яғни қызылшамызды үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Бізге грек жаңғағы қажет болады, 8 дана қажет болады, оны барлығын ұсақтап турап аламыз. Өткізіп қойған қызылшамыздың үстіне салып, енді бір дана сарымсақ қажет болады бізге, яғни чеснок қажет болады. Пышақтың көмегімен барлығын ұсақтап, жақсылап турап аламыз. Оны да дайындап жатқан құрамымыздың үстіне саламыз. Және сырды үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Үстіне тағы да салып, енді бізге мейіз қажет болады. Осының орнына қара өрікті қоссаңыздар да болады. Барлығын ұсақтап турап аламыз. Оны да құрамның үстіне саламыз. Үстіне майонез қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Иммунитетті көтеретін өте дәмді салаттардың бірі. Жаңа жылдық дастарханға жасап көріңіздер. Қанды көбейтетін, қан тобын көтеретін салаттардың бірі. Дәміне қарай шымшым тұз саламыз. Немесе орнына шекер қоссаңыз да болады, тәтті болу үшін. Сәндік үшін біз салатымыздың үстіне жұмыртқадан гүл жасап қоятын боламыз. Бір дана жұмыртқамызды алдымен осылай пышақтың көмегімен көрсетілгендей кесіп аламыз. Ортасындағы сарысы тұра береді. Пышағымызды сәл батырып, толықтай кесетін болсақ, біздің гүліміз әдемі болып шығады. Енді екінші бетінен де осылай гүл шығарып алатын боламыз. Ортасындағы жұмыртқасын қазір үккіштен өткізіп, салатымыздың бетіне әдемілік үшін қоятын боламыз. Достар, менің жасаған салаттарым сіздерге ұнаған болса, лайк қалдырып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен тегін рецепттермен көптеп бөлісетін боламын. Ағы мен сарысын ажыратып алдық. Енді қалған жұмыртқаның ақ бөліктерін, яғни белогын үккіштің көмегімен ұсақтап өткізіп алдық. Құрамымыздың үстіне қосып, тағы бір араластыратын боламыз. Жұмыртқасында үккіштің көмегімен өткізіп, қазір сәндік үшін салаттың бетіне сеуіп шығатын боламыз. Біздің салатымыз дайын болды, қыздар. Енді тарелкаға жинаймыз. Бізге осындай кондитерлік кальций қажет болады. Мұндай кальций жоқ болса, сіздерде майонездің немесе қаймақтың ыдысын кесіп алып қолдансаңыздар болады. Салатымызды ішіне салып, бетінің барлығын жақсылап тегістеп шығамыз. Жұмыртқамыздың сарысын бетіне қойып шығамыз барлығын. Сарысын қойғаннан кейін үстіне алдын ала дайындап қойған гүлдерімізді қойып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаңа жылда дастарханыңыздың сәнін ашады және қанды көтеретін витаминді салаттардың бірі.